Халықаралық Тараз инновациялық институты 2021-2022 оқу жылына талапкерлерді қабылдайды. Институтта 34 бакалавр және 14 магистратура бойынша білім беру бағдарламалары даярланады. Соның ішінде ветеринариялық санитария білім беру бағдарламасы. Білім беру бағдарламасының мақсаты жоғары білікті ветеринариялық санитариялық дәрігерлерді даярлау. Білім беру бағдарламасына 2 ғылым докторы, 1 ұлттық ғылым академигі, 6 ғылым кандидаты, 2 магистрант және 3 маман қызмет етеді. Құрметті талапкер, халықаралық Тараз инновациялық институтына ветеринариялық санитария білім беру бағдарламасына шақырамыз.